Сіздерді жинап отырған себебіміз осында барлықтарыңыз ауыл олимпиадасына тіркелген оқушыларсыздар әрпәрмен. Яғни сіздерді бүгін жинап отырған мақсатымыз сол ауыл олимпиадасын өткізу барысында академиялық адалдықты сақтау жөнінде. Академиялық адалдық дегеніміз, бұл енді академиялық деген сөздің өзі белгілі бір уақыт аралығын білдіреді. Мысалға, атап айтқанда, екі оқушы келетін болса, бір пәнмен сағат 10-да кірсе, ол мүмкін пәннің жаңағы пәнге қарай, мысалға информатика, химия, физика деген пәндерге уақыт көбірек беріледі, білесіздер, иә? Ауыр жеңіл деп айтпай-ақ қояйын, пәндердің ерекшелігіне қарай өзі уақыт белгіленеді. Мысалға оқушы сағат 10-да кіріп, 11:30-да шығуы тиіс болатын болса, сол аралықта, яғни 1,5 сағат уақыт аралығында оқушы жаңағы академиялық адалдықты сақтау керек. Академиялық адалдық деген сөз белгілі бір уақыт аралығын білдіреді ол. Сол моментте сағат 10 мен 11:30 арасында. Яғни ол академиялық адалдық сақтау дегеніміз не ол? Шпаргалка алып кірмеу керек, телефон алып кірмеу керек, қасындағы оқушыдан сұрап оның мазасын алмау керек. Осылайда қалай болсын солай емес, осылай әлем болып киіп келу керек, оқушының формасын сақтап, оқушының жаңағы жүріс-тұрыс ережесінің барлығын сақтап, яғни сол аралықта әділ өтуі тиіс қой. Түсіндіңіздер ме? Жалпы академиялық адалдық деген сөз сол күнгі бізден не талап етіп отыр? Өз ауыл олимпиадасының өту ережесін жібереді. Сол, яғни сол ереженің барлығын сақтауымыз керек. Сырттан көмек сұрауға болмайды. Сырттан көмек сұрауға болмайды. Тағы да қайталап айтамын, телефон алып кіруге болмайды, шпаргалка алып кіруге болмайды. Сондықтан дайындықты осы бастан жүргізуіміз керек. Үйге барған кезде уақыт таба деміз табасыздар. Телефонға уақыт тауып жатқан азаматшылар күнге 1 сағат, 2 сағат осы тіркелген пәндеріне қарай дайындық жұмыстарын күшейту қажет. Ертең өзіңізге де сын ғой, бір-біріңізден сұрайсыздар осы жерде. Аяу, сен қанша балл жинадың? Болмаса Дәурен, сен қанша балл жинадың? 11 балл жинадым деп айтса ет болады ғой. Ауыз толтырып, мен 40 балл жинадым, болмаса 50 балл жинадым деп айту қажет бұл жерде. Сұрақтарыңыз бар ма? Түсінікті ғой барлығы, иә? Қанша минут болды, жоғыз?